Жамбыл облысының әкімі Кәрім Нәспекұлы Көкірекбаев 2016 жылы атқарылған жұмыстар бойынша халық алдында есеп берді. Әкім өткен 2016 жылы өңіріміздің экономикалық және әлеуметтік салаларында атқарылған жұмыстарға тоқталып, алдағы жылдар іске асырылатын жұмыс жоспары туралы баяндады. Есепті кездесуге жергілікті тұрғындармен қатар басқарма басшылары және Қазақстан Республикасының қаржы министрі Бақыт Сұлтанов қатысты. Жамбыл облысының бір жылда тындырылған тірліктері тиянақталды. Мысалы, қазынадан бөлінген қаражат 99,9%-ға игерілген. Яғни бұл алға қойылған мақсаттың дені орындалды деген сөз. Өңір өсті, өркенді, дамыды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойын жоғары деңгейде атап өттік. Дүйім дүниенің дидарын бұрған Рио Олимпиадасында ел намысын қорғаған саңлақтарымыз жүлделі оралды. 2016 жылы 5 балабақша жаңадан салынып пайдалануға берілді. 42 білім нысаны күрделі жөндеуден өткізілді. Ал 118 білім нысанын ағымдағы жөндеу жұмыстарына өткізуге 4,9 миллиард теңге бөлінді.